Жетісай қаласында алғаш рет қоғамдық кестігінің мен соттым азытады мықты. Сыртта бір сендіріп жазамыз да бір. Осы қала ішінде ғой енді бұл да қаланың ішінде. Интервал арасы 10 минуттан жүреміз да, 10 минуттан. Тоқтамаймыз, айланып жүре береміз. 50 теңгеден қаланы айланып. Неғаға аурухана, районна, неғаға Микоян, Садовый, ол базар менен, центральный осы көше менен бәрін тегіс айланып, автобекетке де барамыз. Халық бар риза болып жатыр. Өткені бұл бағасы 50 теңге. Ал енді бірінші, екінші мүгеттерге тегін. 7 жастан 15 жасқа дейінгі балдарға да тегін. Бұл деген не деген керемет. Осыны біздің халқымыз 50 мыңнан аса Жетісай халқы бар, күткен еді. Міне сол осы қуанышымызда шек жоқ. Халық елге бұл тиімді. Таксиден көрі осындай қалашын аралайтын көліктер керек еді негізінде. Халық енді жайлап үйреніп жатыр. Үйренгесін бұдан да көп мініп бастайды. Маусымнан бастап біз осы Жетісай ауданының жолаушылар көлігімен келісім шартқа тұрғамыз. Конкурстың негізінде конкурс өткізген. Сол негізде бізде осы Микоян маршрутын қазір таңда осы Сарсемін сәтіне деп бастап отырмыз.